Assalamu alaikum, hurmatli telesiyerciler. Bugun mayısının 19'u efirde haberler vakti. Studiyada men Alime Kaybulayeva çalışam. Ешімдікі саатқа бөлі мәліматнен таныш етеміз. Қырымда Түркиядан келген eyet өз зияретini devam ете. Musafirler Қырым татар халқы үшін әмиетлі olған объектлеріні зиярет етіп, Миллетлер комитетінің рейсі ile көршіжеклер. Энверовлар айлесінде фажия çok баллы қорanta янгын нәтижесінде evsiz қалдылар. Şimdi олар насыл алда. Мазынка көйінде 18 майыс күні олып кешкен хатыр ақшамын ненен айретте қалдырды. Көй сәкенлері бұл фажияны насыл хатырладылар. Муведигер мәлімат бізім ейнімізді. Башқұртстан ве Қырым ишбірлік ақта аңлашма имзаладылар. Бүгін Уфаға Қырым Жүмкүретінің назерлер Шура рейсі Сергей Аксеновның реберлігі иле eyet келді. Yolbaşçılar 2017-2019 senelеріне alış-veriş ve iqtisadi, ilmi texniki, ictimai ve medeni işbirlik akta anlaşmаны imzaladılar. Подписывается соглашение о сотрудничестве между акционерным обществом Корпорации развития Республики Крым и акционерным обществом Корпорации развития Республики Башкортостан. Қырым башының білдіргеніне көре назерлік елбашчылары Башқұртстан иждешлерінден әм усули, әм қануни ярдым алдылар. Помощь оказана колоссальная, а главное это чувство дружбы и братского такого отношения Башкортостана к Республике Крым. Это, наверное, главное завоевание. На самом деле, благодаря такой поддержке мы чувствуем себя все гораздо увереннее. Субъекты Российской Федерации все очень слитно работали в республике, и благодаря этому, в том числе, преодолели мы многие негативные последствия. Уверен, что все будет происходить действительно комфортно. Мы уже договорились о том, что делегация Башкортостана во главе с Рустамом Закиевичем 8 июля приедет в Республику Крым. Соответственно, это будет не только культурные мероприятия, а это в том числе будет обсуждение ряда экономических проектов. Будем делать все для того, чтобы и экономики наши, скажем так, взаимно укрепляли друг друга, наших республик. Ну и, конечно же, самое главное и самое важное, что поддержка с нашей стороны, как на сегодняшний день более мощного, более развитого региона в экономическом плане, будет продолжаться. Мы будем продолжать шествие над Белогорским районом и, кроме того, будем участвовать в инвестиционных проектах, которые реализуются на территории Республики Крым. И я уверен, что появятся резиденты из Республики Башкортостан в свободной экономической зоне. Қырымда бірінші Қырым татар жемат тешкілетларының сыңырдаки ватандашлар или ишбірлік серлевалы халқарай конференцияға келген eyet векілері бұлынмаға девам ете. Зиярет черчевесінде Түркиядан мұсафирлер Русия қараманы Алиме Абдунанованың адыны ташыған мектебіне зиярет еттілер. Бұндан сон Devlet Milletler Ara Munosabetlер комитетінің рейсі Заур Смирнов ile көріштілер. Тәфсилатларына мұхбирimiz Айша Шулакова біле. Да, мектептен ұзақта олғанда мұсафирлер Қырым татар медениетіні акс еткен бинанын мемаржылық дүлберлігіне шашып қалдылар. Түркия Жұмхуриеті Қырым татар медени бірлешмелері Федерациясының рейсі универсел бұл оқуф муэссесі ақында чоқ ешіткен вересімлерді көрген еді. Ләкин түрк мұсафирлеріне бұзе маневи мектепні өз көзлері ile көрмеге насип болды. Шерефлі мұсафирлерінің мектеп мүдірі Элеонора Акимова қаршылады. Қырым татар диаспорасының векелері үшін экскурсия hazırlandı. Универсел тариф етті ки талебелер ве очалар үшін мектепте оқув жерянына керекли олған донатмалар бар. Бұл Қырымда тәсіл сасы инкишафының yüksek seviyesi ве реабилитирленген халқларға яқшы мұнасебет. Универсел Русияда Қырым татар халқының абаданлаштыруына ве инкишафына ayrı dikkat ayrılganına pek kuvana. Böyle bir okulda Kırım Tatar öğrencilerin okuması Kırım'ın geleceği açısından mükemmel olacak. İyi eğitim almış çocuklar ileride de halkımızın geleceği için kendilerini iyi hazırlayacaklar. Planlayan, bu okulu inşa eden, bu okulu bu hale getiren tüm yetkilileri tebrik ediyorum. İnşallah vatanımız Kırım ileride böyle okullara sahip olarak eğitim alanında büyük bir ilerleme kat edecek. Güzel teessüratlarını alıp Eyet Milletler Ara Munosabetlер komitetine yol aldı. Müessesenin reisi Заур Смирнов ile Kuruşev yarımada musafirlerinin teşebbüsü ile olup geçti. Kırım ve Türkiye'de yaşayan Kırım Tatar diasporası arasında çeşitli sahalarda işbirlik hakkında söz yürütüldi.
договорились, что ориентировочно в конце текущего года мы проведем уже вторую конференцию, мы будем расширять состав участников, мы надеемся уже, что в ней примут участие делегаты из Румынии, Германии, возможно, из Соединенных Штатов Америки. Поэтому эта работа только начинается. Я думаю, здесь, на Крымской земле, обязательно будут именно объединяться диаспоры крымских татар. Ну и сейчас вот говорили о том, что уже, может быть, в будущем году мы проведем аналогичную конференцию уже в Турецкой Республике. Ознев бетінде универсел қайдеттіке. Кешкен 3 ел девамында Қырым татарларының аятында яхшы денішмелер көзетілі. Вешінді ярымадаки вазиет ғарп матбуат васталары айтқаны кыбыддегіл. Kırım'da herhangi bir baskı görmedik. İnsan hakları ihlali Kırım'da görülmüyor. Kırım'da bilakis Kırım Tatarlarının ilerlemesi için birçok yatırımlar gerçekleştiriliyor. Bugünkü ziyaret ettiğimiz okul bu son derece çeyrek asır boyunca Kırım'ın beklediği bir okuldu ve büyük bir mutluluk içerisinde Türkiye'ye döneceğiz. Burada gördüklerimizi de Türkiye kamuoyuna anlatacağız. Көрішув нәтижесінде белі олды ки, Қырым татарлар яшаған бүтін мемлекетлер или достлық мұнасебетлерінің қави темелі қойылды. Миллетлер ара мұнасебетлер комитетінің елбасшысы мұсафирлерге Исмаил Гаспринский адлы медиа меркес ile басылған китапларны әдие етті. Ярын есе Түркия әйетті Ялтаны зиярет етмеге планаштыра. Айша Шулакова, Умер Мустафаев, Миллет Ичон. Бүгін Америка Қошма Штатларынан әйет келді. Бұл Американ граждан тешебіслері мерkezінден келген адамлар. Олар Ахмеджит шәрінің реберлерінен көріштілер. Мұсафірлерінің планларына көре, олар жұмқыретіміздің бұйық шерлеріні зиярет етіп, анда сәкенлерінен қонышачақлар. Әмде Қырымда вер Русияде олған вазиет ақта оз фікірлеріні тізмеге істейлер. Америка Қошма Штатларından граждан тәшеббүсләре меркези әйтінің теркебіне ичтимаи эрбаплар рус теле ве тасил сасында мутахассислар кірді. Ахмеджит шер мемлекетінің башы Геннадий Бахарев қайдетті ки Америкадан келген иет ве тәшеббүс гражданлар мерkezінің президенті Шерон Теннисон Қырым ве Америка Қошма Штатлары арасында достық мұнасебеттері қавелешкенini таздықлайлар. Дружба крепнет. Повторный приезд – это уже система. Надеюсь, что на этом мы не остановимся. Определенные задачи, которые мы ставили на предыдущих встречах, они уже есть. Мы сегодня это констатировали как факт. Есть над чем работать в части расширения и наших отношений, и, в принципе, развития бизнес-структур. Я думаю, что вот такими шагами, конкретными взаимодействия, с конкретным пониманием того, что мы общаемся лицом к лицу, понимаем, что вот мы живем, в принципе, в одном очень маленьком и хрупком мире, где нужно путем компромисса достигать межнационального, межнародного согласия. Мы идем правильно, и все будет хорошо. Мұсафирлерінді артық бала бақшасының Американың 32-ші президентінің фоторесимлерінің ерлешкен музейіні зиярет еттілер. Франклин Рузвельтінің абидесіне чечеклеріні қойдылар. Бұндандағыры бірінші санлы мектебі ве гуманитар педагогика академияның зиярет еттілер. Ахмеджите олар Қырым Федерал университет студентлерінен көріштілер. Иет векілері қайдеткеніне көре олар үшін бұл зиярет пек мұйым. Олар Қырымда вазиетні өз көзлерінен көрмек үшін келділер. Біз чоқ инсанлар иле сөбетлештік ве анладық. Қырым сәкенлері Русия иле олмаға істейлер. Мұнда біз барышықлы яшайышыны көрдік. Ве біз мұтлаға осте суратларымыз иле Америка Қошма Штатларының гражданлары ве журналистлерінен байлашты жақмыз. Біздің фикіріміз же Қырым Русияның тарихи қысымыдыр. Қарта Қырым ақта сестендірілген милитерара мұнасебетлер ақта фикірлерінің темелі жоқ, деп қайдетті тәшеббүс гражданлар мерkezінің президенті Шерон Теннисон. No, because we will explain that when it comes to the Crimea film. Я не вижу здесь никаких проблем, и мы расскажем об этом американцам, когда я вернусь домой. Umumen Rusiyaga 30-ға yakın Amerika iyet vekilleri keldi. O ziyaretini olar Moskva şehrinden başladılar. Anda olar devleti real vaziyetini көрмек için tebiyet ekspertlerinin, maliyecilerinin, alıbarıcılarının ve başka mutaxassislarının konuştular. Amerika Қошма Штатларından kelgen iyet kayıtkan son Kırımda hakkında film çıkarmağa planlaştıra. Асан Абиблаев, Аким Бекиров, Мелет телеканалы. Русия кой қожалық незареті бүгінден башлап вақтынжақ Русиядан Русияге бір sıra сут мақсуатлар ташылмасыны ясақ етті. Бұқта шіркетінің сайтында хабер етіле. Бұл истисалчыларының мақсуатларында кенеде линкомицин, натомицин, ципрофлоксацин, эмдетилазин белгіленді. Евелі Русия кой қожалық незареті 9 ақ Русия муэссесесіне қатты незаретке алған еді.
Бахчисарай районында чоқ балалы қоранта евсіз қалдым. Бахчисарай районы Долиная қасабасының новенькая көйінде янгын юз берді. Нәтижеде Шүкри Энверовның чоқ балалы қорантасы евсіз қалды. Әмде 82 яшлы ерлі сәкин шымдықы вақытта ағыр вазиетте хастаханеде болынмақта. Янгынның себебі ве ақыбетлеріні бізі мұхбіріміз Лилевиджат Сора білді. Якында Шкури Энверовның қорантасы беляға оқырады. Оларның евлері бүтінле янды. Евнің қомшу қысмында эседам янды. Бұл евде екі қоранта яшайды. Бір тарафта чоқ балалы Энверовлар қорантасы, екінші тарафта эсе эслі башлық қадын Таисия Амельченко яшайды. Нәтижеде бұл қадын хастаханеге түшті. Чоқ балалы қоранта эсе евсіз барқсыз елда қалды. Утром я на работу собирался. Мен сабадан ишке азырланайдым. Мен айдавжы олып çalışам. Аккумуляторны азырламаға истейдім. Сон бахам хапы яна. Суф исе кранда yok. Сон эпысы хомшылар топландылар ве өзенден суф ташы башладылар. Шымды исе әр шейні жиштырамыз. Қорантада чағына етмеген уч бала бар. Бабасы çalışа, анасы исе вақытынжа ишсыз. Лиля ханым о дешетле сабаны көз яшлар иле хатырлай. Мы быстренько успели. Баларнен чапып чықмаға етіштірдік. Сон дам яны башлады. Біз құртарыжыларыны чағырдық. Мен бірден құмшуларға апы пенжере қақы башладым. Қомшылар бірден түтін қоқысыны дойдылар ве құртарыжыларыны чағырдылар. Бұл ерге янгын құртару қызметінің екі бөлігі етіп келді. МЧС хадимлері қайт еткенлеріне көре янгын себеплері шымды анықлана. По прибытию было установлено, что... Біз келгенімізден белгіледік, янгын бір хатлы екі квартиралы evde yüz берді. Оның мейданлығы 17-8 квадрат метрні тешкілеті. Янган ерінің мейданлығы 60 квадрат метр дам эпысы янды. Саба саат 6-дан 10 даха кечкенде янгын бүтінлей тоқтатылды. Шынды себеплер янықланыла. Құртарыжылар келмезден евел евні бүтін кой сөндірді. Нәтижеде дам ве эв ішінде олған эпысы шейлер бүтінлей яны бітті. Эв кул обаларына чевірілді. Пожарники приехали, потушили. Құрыжылар келділер, сонра біз эмжеме кеттік, анда отырдық, әнді келдік евімізні жиштырajaqмыз. Бұл вазифесіні Бахчисарай район беледие тешкілятының yolbaşçısı Рифат Дердаров незареті алтында тута. Зарар көргенлерге әмді топчикой шурасының мебусы Александр Лупашкин ярдым көстере. Подогнали быстро прицеп, потому что... Біз тіркемелеріні кетірдік, чүнкі эпысы шейлер анда-мында аттайды. Бүтін кой топланып, оларға ярдым етмеге планлаштырамыз. Евнің қомшу қысмы да зарар көрді. Анда яшаған төшекте ятқан хаста бита яшайды. Шымдықы о хастаханенің неврологик бөлігінде болуна. Оның қомшысы зарарының көлемі ақында тариф ете. Сгорели несущие балки. Дамы эпосы янды. Яныдан штукатурка етмек керек. Ойле олды ки бұл беля екі хорантаға зарар кетірді. Пытаемся как-то восстанавливать. Біз первасыз қалмағанларға мұраджат етеміз. Зарар көрген қоранта мади ярдымда мұқтач. Оларға турмуш ешялары, урба, савут, аш, ведигер ішлер керек. Тафсилатлы малюмат алмақ үшін топчикойның қой шурасына яда ашағыдаки телефон номерасы вастасы иле мұраджат етмек мүмкін. Еді 5660, яда еді 5681. Яда параларны бойле реквизитлер бойынша yollanmaq мүмкін. Лиля Виджат, Эдем Исмаилов, Ибраим Ганиев, Милет үшін. Девлет милетлер ара комитетінде невбетеки топлашув олып кечті. Анда иш тақымы құрыжы шirketlер хадимлері ве беледие векілері, капитал құрыжылық ве девлет құрыжылық экспертизаның векілері иштирак еттілер. Топлашув кетшатында федераль мақсадлы программа суаллері музакире етілді. Тәфсилатлы жабызы мұхбирміз София Шукурова. Топланғанлар федераль мақсадлы программа объектлерінің құржылығыны көзетіп камералар гәрдімінен бақып чықтылар. Федераль мақсадлы программаға балабақчалар, мектеплер ве полиэтник меркезі кере. Репрессияға оқырған қырым милетлер абаданлаштыруы бойынша бөлікнің башы Сафтар Абдурахманов қайдеткеніне көре, он объекте құржылық ішлер алып барыла, ама біраз артта қалув бар. В Исмаилбее в городе Евпатории и в Бахчисарайском районе, в городе Бахчисарае на 600 мест. Но идут организационные работы, определяется как бы взаимодействие с подрядчиками. Придется некоторые сроки отодвинуть, в частности по школам надо будет отодвинуть вот в эксплуатацию
на первую половину следующего года. Кырым Жумхуриет миллетлер арамон себетлері весюргун этилген гражданлар ишлери боюнча Девлет комитетінің рейсы Заур Смирнов хурыжи шеркетлерге фаал чалышмага веетішмемезликлерни yok etmege авале берді. Отставания больше связаны с, скажем, с недостаточной организацией работы самими подрядными организациями, потому что, например, у других мы видим, что работы выполняются своевременно, без отставания от графика. Но у других это получается хуже, поэтому здесь мы им помогаем. Хайдетмек керек Яхмеджетте Судақта ве Бақчысарайда бала бақчаларының құрыжылығы график бойынша кетті. Борчықрақ ве Луговой микрорайонларында ерлешкен 260 ерлік бала бақчаларының құрыжылары мұзбет динамиканы қайдетейлер. Заливаться будет плита, микрорайоне фонтаны, перекрытие нуля. А на Луговом заливаем стены. По финансированию проблем нет, с документацией проблем нет. В принципе, только рабочие моменты. Вот в декабре 2017 года. Bundan da gayrı bu sene Kırımlılar toplu yaşagan yerlerde muhidislik infrastruktura kurulması planlaştırıla. Мы приступаем по строительству линейных объектов. Это сети инженерной инфраструктуры в местах компактного проживания. Это сети водоснабжения, канализации и электроснабжения. И в этом году уже начинаются работы. Сейчас проведены торги, определены подрядчики. И в текущем году эти работы по графикам должны быть закончены. Топлашувда беледие реберлеріне якын вақытта квартира алмақ невбетінде тұрған адамларының жедвеліні азырламаға тепсие еттілер. Чүнки bu senege leyxalar бар ve şimdi yarımadanın episi rayonları boyunca çok kvartiralı evler kurulması için kurucu şirketler belgileniyor. Safiye Şukurova, Alişer Alimov, Millet için. Ахмеджите Кырым Федераль университетінің қабул етув комиссиясы катибінің муавины иле матбуат конференция кечірілді. Тедбірде кырыш имтианлар суаллеріні музакире еттілер. Мушавере кетшатында әрбір инсан бірден 5 али оқув юртларына учиден ат бойынша весиқалар тапшыра білгеніне белі олды. Умумен университет Русияның эпс али оқув юртларында олғаны кібі әвелкі елларының қайделеріне бинайын весиқаларына қабул етежек. Ama yekeni devlet imtihanı ya da işki imtihanının saylanması tek 2017 senenin mezunlarına ait. Сроки приема документов тоже у нас уже выходят на общероссийский уровень. Если начало приема документов у нас одинаково, как во всей Российской Федерации, 20 июня, то прием документов, окончание приема документов разнится для различных категорий поступающих. Если они поступают только на основании единого госэкзамена, то есть все 3 предмета они сдают в форме ЕГЭ, то у них прием целый месяц, до 26 июля. Если они хотя бы один экзамен будут сдавать у нас в университете, то прием документов только до 12 июля. Вот тоже прошу внимательно к этому сроку отнестись, поскольку если хотя бы одного предмета нет по ЕГЭ, то сроки очень маленькие, то есть по сути до 12 июля нужно успеть подать документы, потому что с 14 по 26 июля мы должны будем провести вступительные испытания. Абитуриенты, которые не успеют, к сожалению, лишатся возможности поступить. Ахмеджетнің мерkezінде юрегіңде чырақны яқ ананеви яшлар акциясы олып кешті. Русия Федерация шеклінде қойылған чырақлар Ленина мейданында ерлештірілді. Истеклілерінің эпсімында келіп сүргінлі құрбанларына аңып oldu. Акция тешкелетчісі оларақ Девлет Миллетлер комитеті, Халқара достлық Эва Қырым Муэндислік педагогика университеті, әмде яшлар тешкелетлары oldu. Чырақларны әмде жүмкіретіміздің бірінші шақыслары яқты. Харитада Қырым ярмадамыз олған ерде чырақлардан тамға япылды. Әр елі 18 майыс күні Қырым тарихындаки ең фажиалы вақияны қатырлаймыз. Бұл қанунсыз сүргінліктір. Халқымыз ғұрбетлікте кешірген еллар не қадар дешетлі ве ағыр олғанны атта тасавур етмек қиын. Бұл майыс күні Мазын Какойның сәкенлері Маттем Реквиемде иштирак еттілер. Олар бойле тарзда буюк яшлы инсанларға қарқа севет ве сайғы көстерділер. Бір халқның тағдыры адлы театраль нумайышынен Мазанка чойынчы Ағачелі ве Мамут Султан Меденет евлерінің коллективлері топланған жемаатқа Қырым татар қалқы өз башындан насыл қара күнлеріні кечіргеніні көстерділер. Сүргүлнікні көрген әрбір инсан Қырым сөзінің фиатыны яқшы біле. Халқ сабыр етіп, азиз ана топрағына қайтты.
76 yaşındaki Dilever Muradasилов için 18 Mayıs bu adi gün değil. O 3 yaşlı bala olganda sürgün etilgenini bugünkü gibi hatırlay. Süren vokzalına getirgenler, ondan da alıp gitkenler. Уже açık yıllarım pek yaxşı bilem. Anam çölde işte bitamla beraber ikimiz abile yatıp aç oldum deyip ağlağanım bilem. Onda öyle nemecikler paskadan değiller işte çamurdan yapkanlar bile neme dayın bütün yer neme balota batkak kamışlar öse onda şakaldan Kaşkırdan arı bir şey yok. Ахмешит район имамы Раим Гафаров ve Свято-Никольский kilsesinin başpapazı Sergey vefat etken insanların hatırasına dualar okudular. Tarihinin nesil-nesilden saklamak gerek. Kırım'ın her bir balası, her bir vatandaşı onların geleceği için kim öz canını bergenini bilmek gerek. Поскорее вытрем слезы, жизнь продолжим мы опять. И, конечно, не забудем, будем помнить. Баргуняла, кунех долгар, yaşay Kırım üstüne. Yaşlar kar dedelerimizin türküsünü güzel Kırım yırını icra ettiler. Sonra belli Ahmetxan yırı yangıradı. Bu müzikal kompozisiya Sovet Birliği 2 defa karamanı Ahmetxan Sultan'a bağışlana. O tek o devrinin karamanı değil, o daima yaş nesilimiz için örnektir. Bahçesaray rayonu Kermençik koyunun sakini Rusya Federasyasının karamanı Alime Abdinanova'ya bağışlanğan yırını icra etti. Ateşlerde yanıp gitti Nesil adlı ansambl Kırım Tatar milli haytarma oyununu icra etti. Bu oyunun her bir sedasında halkımızın tarihi, adaletleri ve yürek ağırtısı açıklana. Kelgenlerinin arasında siyasi erbaplar da bulundu. Bu Kırım Devlet Şurası yolbaşçısının muavini Remzi İlyasov, Rusya Federasyasının prezidenti Ogun'da milletler ara münasebetler boyunca Şura'nın azası, Regional Kırım Tatar İnkişaf Cemiyet Teşkilatı'nın prezidenti Eskender Bilalov ve olimpik çempion Rustem Kazakov. Ahmet Memuriyeti başının muavini Ruslan Yakubov kaydetkenine göre tek Kırım Rusya Federasyası erkanına kirgen son kanunsuz sürgün etilgen gражданлардың hak hukuklarına dikkat ayrıla. В прошлом году было выкуплено 10 квартир и передано семьям депортированных, которые состояли на квартирном очереди. Осуществляется выделение материальной помощи на завершение строительства. Начато строительство социальных объектов, таких как детские сады, школы. У нас уже начато в местах компактного проживания строительство 3 детских садиков и большой школы в Заречном на 800 мест. Ожидаем начала строительства 2 многоквартирных домов на 160 мест. Ну и ряд других мероприятий в сельских поселениях. Milletinin vatanға qaytuvu yengil olmadı. Bugünkü Kırım bu bizim ana toprağımız ve biz bilemiz. Episi milletler ile birlikte saygı ve hürmet muhitinde yaşasak geleceğimiz de parlak olur. Sabriye Halilayeva, Ayşe Şulakova, Magomed Nestorov, millet için. 1944 senesi Mayıs 18 günü halkımızın başına kelgen facia da çok yıllar devamında unutulmayacak. Cevat ve Vasfiye Ablezimовларның korantası da bu kara günlerinin şaatı oldu. Onların sürgünlük hakkında hatırlavlarını nebetikilevhamızda seyir etiniz. Sürgünlük bir Kırım Tatarının tarihinde kara sayfa kaldı. 1944 senesi Mayıs 18 günü halkımız vatanından sürgün etilgende Cevat Kartbaba tek 10 yaşında olgan. Mal vagonlarında 18 sutka devamında ketip Özbekistan'da Samarkand vilayetine düştü. 44 senesi sabahman geldiler, davay tırınız. Bala bizde 10 bala. İş yapay. Ben kartanam, anam, onun anası. Vakay kişi yok. En büyüğü 15 yaşında balaydı. Bir köşeye gidiler. Algan şeyimiz az eken bizi 2 balan ciberdiler. O 10 yaşında ne alacakmız? Bari bir ayakkabı algamam, bir de bir kartinka algamam. Bak gerek yani aldım işte normalde bana.
Қарысы Васфия Бита есе сүргінлік вақтында 5 яшында оған, қорантасынен Алманияға түші. Женг вақтында евлеріне бомба түшкенде ана бабасы, қартанасы оның түбінде қалалар. Балачықларны есе чықарып құртарған var. Васфия Бита өмір арқадашынен Өзбекистанда танышыла. Ve енді тамам 59 ел девамында муабетлікте яшай. Ләкін таныш оған күніні бүгін кеби хатырлай. Тексилкада летний клуб бар еді. Онда труба чалайды. А мы на танцы ходили. Танцаға барып, сон мені көрген и шуман таныш олдық. 4 yıl артынан жорықлап жүрдім. 4 yıl жорықладым. 4 yıl мен артымда. Новайға беріміз кегімі едіне жаздырда дейміз. Аблезимов var Қорантасы Қырымға 1996 сенесі көче. Қайда ерлешедеклері де давалы меселе олды. Өзім көйме бараман деп неттім ama балаларымда кеп уже үшке кіргенер мұнда қалды. Өзім керішпетлімен де. Оға қарасаң дейк, бұда қартанайды мен судаққа ортада қалдық біз екеміз. Сенкі де дегіл, менкі де дегіл дей. Ал азырда Живат Васфия Аблезимованың Қорантасы ички қасабасында яшай. Живат Қартбабаның ең севімлі іші постанда чалышмақтыр. Білесіңіз ма, біздің ватанымыз пек ажайыптыр. Бөле güzellikni ичбір ерде тапалмасыңыз. Шу азиз топрақның әр ташчығы, әр япрақчығыны севмек керек, дей ол. Бүгінде бүгін 83 яшлы Қартбаба ve 78 яшлы Бита 3 evlat көрді. 5 torun ve 5 torundan torunu бар. Олар қартелеріні әр күн жоқламаға келелі. Біз есе әр бір Қырым татар Қорантасы үшін бөле бақты күнлеріні көрмеге тілейм. Эльмара Мустафа, Умер Мустафаев, Милет үшін. Бүгін Краснолесье қасабасында Қызылташ ве УОР тақымлары арасында футбол ярышы кечті. Ойыншылар дойғылы ве мерақлы ойын кечірділер. Тәфсилатлы жабы Левхамызда. Қызылташ ве ЮОР тақымлары арасында футбол мерақлы ярыш кечті. Ойын керген еді. Бірінші таймда Қызылташ тақымы 2 гол ұрды. Қызылташ тақымының идманшысы айтқанына көре, ойыншыларының муафақиятли ойынына мұхлислердің қол тұтуы ярдым етті. Каждую игру мы должны доказывать и от первой до последней минуты. Если игру такая, может быть, футбольная пословица, может быть, поговорка такая, может, реально былина такая. Играет в футбол 11 человек и играет 90 минут. Не может в футбол играть 5 человек и играть 70 минут или 30 минут. Поэтому будем рассчитывать на свои силы, куда нам больше некуда деваться. Все, только на себя. Екінші тайм екі команда үшін де еңгіл олмады. ЮОР тақымы Қызылташқа таймның 15-ші дақасында 1 гол ұрды. Қызылташ тақымының теркебінде екінші тайм девамында ойыншылар арасында чоқ денішівлер олды. Қызылташ тақымының ойыншылары ойын яқшы кечкенini ve олардың командаларына бірлік ve тәжірибелік ярдым еткенini таздықладылар. Неплохая игра. Хотели победить, выиграли. Счет прилично, пропустили гол. Нелепые. Могли забивать больше. Установку тренера выполнили. Всем довольны, в принципе. Будем продолжать в этом духе. Остальные игры надо выигрывать. Стремимся забивать разницу. Нам надо разницу, больше голов, чтобы догнать второе место. Наверное, опыт, и наши нападающие хорошо сегодня сработали. Забил один из нападающих 2 мяча. И, конечно, турнирное положение нам надо подтягиваться к первому месту. Я думаю, и воля к победе, и тренерские установки. 3-1 есабнен ғалебені Қызылташ тақымы қазанды. Матчның сейір етмеге келген адамлар ойында мемнун қалдылар ве Қызылташ тақымы ғалып шыққанына пек қувандылар. Это моя семья, пришли все поболеть. Вот развиваем, подготавливаем молодежь. Стараемся выходить, болеть за нашу команду. Дети все вот довольные, счастливые, бегают. Да, уже говорят, Қызылташ. Молодая команда, интересная игра была, очень интересная. Молодые вот таланты, смотрю, с обеих команд просто достойные игроки, хорошие тренера, чувствуется подготовка к игре. Қызылташ тақымының ойыншылары білдіргеніне көре, Невбеттегі ойын 27 майыс күні Бақчысарай шерінде олып кечежек. Тедбір мерақлы олар ве келгенлерінің ер біріні первасыз қалдырмас. Нурия Азизова, Всеволод Матросов, Миллет үшін. Шымдылық бұл әпсі малымат яңы вақиялар ақында дайма хабердар олыңыз ве саат 20.30-да кележе хаберлер информацион программасына Нариман Тарсинова еле қачырманыз. Біз еле олыңыз көршмек үзірем, сақлықнен қалыңыз.